Apple компаниясы iPhone SE сериясындағы жаңа смартфонын таныстырды. Ақ, қара және қызыл түсте шығады. Бұл 8-ші iPhone дизайндағы 11-ші iPhone десеңізде болады. Несі бар, мықты шешім деуге болады. Өзі шағын, қарапайым, бірақ өнімділігі өте күшті. Смартфон жүрегі ретінде A13 Bionic процессоры салынған. Бұл қазіргі iPhone'дардағы ең мықты процессор болып есептеледі. 8 ядролы Neural Engine жүйесі секундына 5 триллион операцион делает әрі аккумуляторға көп салмақ салмайды дейді. Retina HD дисплейі 4,7 дюйм және сапасы 1334x750 пиксельден тұрады. Үстегі бояудың анық-қанығын керемет көрсетеді дейді. Байырғы кездегідей Touch ID кнопкасы бар, ол Haptic Touch технологиясында жұмыс істейді. Аккумулятор жарты сағаттың ішінде 50%-ке дейін тез тойдыра алады. Смартфонның негізгі камерасы 12 мегапиксель, түнгі режимі жоқ, бірақ былай және былай түсіреді дейді. Жаман емес сияқты. Негізгі камера сонымен қатар видеоны 4К және секундына 60 кадр сапамен түсіреді дейді. Корпус шынымен алюминийден жасалған және IP67 стандарты бойынша шаң мен ылғал өткізбейді. Ішкі жады 64, 128 және 256 гигабайттан тұрады. Мөлшермен бағасын алсақ, 230, 260 және 310 мың теңге шамасында болмақ.